Tölenlerimiz Hüseyin Gaz'dan zaman bulsa, artık bulmasa kim işin işi çok. Ya onda әңгіме olmaz ya, тұра тұр деген olacak mı? Тыңдамаймыз. Керек емес бар, осы увольнение осы. Керек емес бұл. Кет! 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 Тыңдамаймыз. Үшіп кетсін. Кет! Кет! Мәселесі бөлінбейді. Бір. Жұмыс істеген уақытта сөйледі. Екі. Үшінші. Айтайын халықта, қалай дейсіздер ғой да, біз айналадан асып кеттік. Жұмысқа шығатын адамдар шықсын. Шықпайтын адамдар қалсын. Содан кейін бар ғой, заң түрде қолданады. Бұл үш. Қайрылай келетсе, ол қазір. Кімнің айтайын дейін, Рахмет Қабдыбаевич, мен бүгін сөйлестім, келем деді. Несін бердім. Мен ол кісімен айта алмаймын, жұмыс беріп келеді. Ол бірінші күн келу керек еді, бірінші күн. Ол жатыр ана жерде. Сондағыдай таң айтайын. Ол қашан келіп тұр қазір? Бүгін келсін. Таң айтайын. Бүгін келсін. Есігінде есік алды. Жұмыстан кетсін, мынау, керек емес бізге таусың. Так, генерал ректорды колхоз емес снимать ететін. Кетті. Қалай колхоз, біз колхозбыз ба не? Мынау қалай сөйлесіп тұр? Сен қалай сөйлеспіз сен колхоз деп? Тыңдаңдар, жігіттер. Сендермен түсіндірсіздер ғой. Бір-бірімізді нетпейік қояйық. Құқымызға, арымызға тиісіп етпейік қояйық. Қазірден бастап жігіттер, жұмысқа шығам деген адамдар шықсын. Бұл біз айтатыным да. Ешкім шықпайды, ешкім шықпайды. Одан кейін болса біз заңды нені қоямыз. Ақан сөйлеуші. Заңдайды, ашықтайды. Кетсін Ақан! Кетсін Ақан! Кетсін Ақан! Бүгін бар ғой,